Сәлем достар, бүгін біз 9 сынып бойынша 2 тоқсанға арналған номер 2 БЖБ-ны талдап өтетін боламыз. Металдар мен құймалар бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Ал кеттік, бірінші тапсырма назар аударыңыздар. Металдардың электрохимиялық кернеу қатарын пайдаланып, тотықсыздандырғыш қасиеті артуына қарай орналасқан металдардың қатарын көрсетіңіз дейді. Ең алдымен сіздер бұл кестені тауып, ашып, электрохимиялық кернеу деген кестені ашып қарайсыздар. Сол кестеде заң бойынша жазылған барлық қатар көрсетілген, қайсысы металдан кейін қайсысы тұратынын сол жерге қарап отырып анықтайсыздар. Дәл бұл жерде жауабы бұл болады. Калий, кальций, цинк. Тотықсыздандырғыш қасиеті артуына қарай орналасады. Түсінікті? Екінші тапсырма. Металдардың қасиеті мен құрылысының ерекшеліктері арасындағы тәуелділікті сәйкестендіріңіз. Бізге берілген 3 нұсқамыз бар. Қасиеттері және құрылысының ерекшелігі. Металдық жылдар. Металдық жылдар бұл бос электрондардың еркін қозғалуы. Иілімділігі мен тапталғыштығы. Екінші бізге С сай келіп тұр. Механикалық әсерден металдық байланыстың үзілуі. Үшінші тапсырма. Үшіншісі электроөткізгіштігі. Бізде бос электрондардың жарық толқындарын шығаруы 3Б-ға сай келіп тұр. Сіздер стрелкамен көрсетіп кетсеңіздер де болады, немесе астында біріншісіне А, екіншісіне С, үшіншісіне Б деп көрсетіп кетсеңіздер де болады. Үшінші тапсырма. Сөйлемдерді толықтырыңыз. Бейметалдардың атомдарына қарағанда металл атомдарының радиустары үлкен болады. Нәтижесінде металл атомдары теріс зарядты иондарға айналады. Атомдарының ажыраған электрондар мен металл иондары арасында металдық байланыс түзіледі. Металдардың кристалдық торлары оларға тән қаттылығы және беріктігі жоғары сияқты физикалық қасиеттерді анықтайды. Түсінікті? Мен көкпен белгілеп кеткеннің барлығын бос орындарға жазып кетесіздер. Төртінші тапсырмада осы күні техникада 10 мыңнан астам құймалар қолданылады. Мұның өзін шегіне жетті деуге болмайды. Қажетті қасиеттері бар құймаларды іздеу күн тәртібінен ешқашан түскен емес. Шойын мен болаттың құрамын мен қасиетіндегі екі айырмашылығын көрсетіңіз. Сіздерге берілген шойын мен болат. Бұл металдардың құймалардың қандай айырмашылығы бар? Құрамы бойынша. Шойын темір мен көміртектің 2% жоғары қорытпасы. Ал болат темір мен көміртектің 2%-ға дейін қорытпасы. Екеуінің айырмашылығы дәл осы жерде. Осылай жазып кетсеңіздер болады. Бұл құрамына байланысты айырмашылығы. 5-ші тапсырма. Құрамында 80% қоспасы бар 760 грамм хром 3 валентті оксидінен хром 2O3 алюминотерапия әдісімен алынған хромның массасын есептеңіз. Алдымен берілген жазып өтесіздер. Хром 760 грамм және ол 80% деп. Бірінші реакция. Суретте көрсетілгенде ең алдымен реакцияны жазамыз. Алюминий хлор 3-тің реакция распадания алюминий плюс хлор.
теңдеуді теңестіріп кетесіздер. Бұл алюминотерапия әдісі. Және екінші реакция хром. Жану реакциясы хром О2 мен әрекеттескенде хром 2 О3 3 валентлі хром оксид түзіледі. Реакцияны теңестіріп кетеміз. Шығыны 80%. Хром оксидінің массасы 760 грамм. Массаны қалай табамыз? Масса таза затты бөлеміз 1 алынған шығын. Осы формуладан масса технически қалай табылады? Масса таза тең масса техникалық көбейтілген жақшаның ішінде 1 минус шығын, қоспаның шығыны. Осыны енді барлығын орын-орнына қойып шығамыз. Таза затымыз бізде 760. Техникалық қоспамыз бізде 760 грамм. Тең X бөлінген 1 минус 1-ден 100-ге көбейтіп 0,8 деп жазамыз 80%. Және осы жерден X-ті табамыз. X тең болады 152 грамм. Демек, хромның массасы 152 граммға тең болып тұр. Дәл осы формула арқылы осыған ұқсас есептерін кез келгенін шығарып алсаңыздар болады. Міндетті түрде реакцияны жазып өтесіздер. Ол жерде барлығы көрініп тұратын болады. Дәл осы БЖБ-ның екінші нұсқасы да тура осындай сұрақтар болады. Тек қана 1-2 жерде айырмашылығы болады. Міндетті түрде 5-ші сұрақта айырмашылығы болады, бірақ әдісі дәл осы. Осы бір әдіспен есептеп шығарасыздар. Сіздермен бірге болған химия онлайн арнасы. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Қош, сау болыңыздар.